Ал сәлем достар. Бүгін мен үйдегілерге кішкене пранк жасағым келді. Кішкентай қызымызды алып қашып кетіп, бандиттер сияқты ұрлап, үйдегілерге пранк жасаймын. Бізбен бірге болыңыздар, қызық болады. Сабағын бірге орындайтын боламыз. Алиханға негізі сабағын өзі орындайды үйде, бірақ білмеген сабағына мен көмектесіп жіберемін. Сіздер де қалай балдарыңызға қалай көмектесесіздер айтып өтсеңіздер. Үйге қазір қазақ тілден 17-ші жаттығуды берген, 16-ші. Қазір көреміз, еще қазір барлықтарыңыз білесіздер, иә, программа өте қиын. Күшті жазады, почеркісі де әдемі. Few moments later. Сәлем достар. Бүгін сіздермен Алиханның сабағын бірге орындайтын боламыз. Алиханға негізі сабағын өзі орындайды үйде, бірақ білмеген сабағына мен көмектесіп жіберемін. Сіздер де қалай балдарыңызға қалай көмектесесіздер айтып өтсеңіздер. Үйге қазір қазақ тілден 17-ші жаттығуды берген, 16-ші. Қазір көреміз, еще қазір барлықтарыңыз білесіздер, иә, программа өте қиын. Бізде сол сіздерге көрсетемін. Аслым отыру. Жаза бер. Мұхаммед Мұхаммед ұйықтап жатыр. 16-ші жаттығу жаза бер. Ана шын жазыш керек. Мақыл шүкірі. Аслым ұйықта достар. 16-ші жаттығу жаз. Бірінші бетет Алихан бұны мәтінді оқы дейді. Кімнің сұрағына жауап беретін сөздерді топтап салды. Бесік қасиетті мүлік, жаңа туған сәбиді бесікке бөлейді. Осы кезде бесік жыры айтылады дейді. Енді осыны бірінші көшіресің. Сосын кім не деген сұраққа жауап беретін сөздерді жазамыз. Әдемі көшіресің. Осыны әдемі көшір. Аслым су ішем деп кеткен еді, әлі жоқ қой. Алихан көріп кеш бар. Бірдеңе бүлдіріп жүрет болғышы Аслымға қарамасам. Жоқ. Жоқ емес, кухняны көрдің ба? Иә, көрдім. Сөйті бірақ өшік тұр. Ішінде көрген жоқпын. Светін жақып көріп кеш бар басынан. Менде жоқ. Жоқ деген. Жаңа су ішем деп. Жақшы светін. Жоқ. Ё-моё, достар. Аслым жоғалып кетті. Неқта да, кухняда да жоқ. Неқта да жоқ, достар. Қаяқтан табамыз. Достар, қазір біз бірінші Жүсекке звондайын деп жатырмыз. Или бірінші папаңа звондаймыз. Папаңа звондайық бірінші. Звондайық. Ұрсатын болды ғой енді. Жоқ, бұл қаяққа кетіп қалған, бұл ше. Бұл көршілерге баратын әдеті жоқ. Түсінбедім мен вообще. Алло? Біз Аслымды жоғалтып алдық. Жоғалтып алғанда үйде отқан тоғын ғой. Есіктің бәрі жабық, бірақ ешқайда жоқ. Барлық жерді іздедік. Бізді өтірік алдап тығылып жатыр ма десек те жоқ. Ол жоқ бұл қалай ол? Мүмкін емес ол жоқ бұл кету. Ана Біреуге ашсыңдар ма? ешкімге ашқан жоқ, біз қолданып тұр ғой. Ол мен қазір келе жатырмын. Или Жүсекке звондайын ба, милицияға? Жоқ, звондамай тұрмын да, бірінші өзіміз іздеп көрейік.
Мақұл. Мақұл болыпты. Звондап отыр. Міне. Алло, Алло. қайсыз асылымды таппай қалдық. Таппай қалдығы несі? Қақтан таппай қаласыңдар? Қасымызда отырған жоқ, барлық бөлмені көріп шықтық. Бүйрекке звондайын ба деп жатырмын бірінші. Жоқ, звондамаңдар. Мен қазір кеп қалдым уже. Үйде жоқ қой, ол қаяққа кетті, мен түсінбей жатырмын. Есікте жабық тұр. Біреу кірген ба, біреуге аштыңдар ма есікті? Жоқ, ол өзі аша беретін тұғын есікті. Мен Алиханға табағын оқытып жатқан. Өздігімен шығып кетті ме ол? Сушем деп кеткен. Сушем деді да одан кейін білмеймін. Өздігімен шығып кете бере ме ол? Болды, мен кеп қалдым, давайте. Достар, не істерін білмей жатырмын ше. Білмеймін, жоқ қой. Қайда? Барлық бөлмені іздедік. 102-ге звондайықшы. Жоқ, ояқта ешқайда жоқ. Вот жүріңдер далаға іздейміз, бол, кеттік. Ойлап, Мұхаммедші жата бере ма? Жата бердім. Далаға іздейміз, жүр. Қазір асылымды үзеуге баратырмыз. Мұхаммед үйде қалды. Білмеймін ма? Қаяқты іздейміз? Ана кімнің үйіне баратын еді ғой? Алихан 4-ші этажда тұратын ше? Ана Анеля деген қыздың үйіне. Оның үйіне барып сұрап көреміз бе? Соның үйіне барып сұрайық, кеттік. 4-ші этажда тұрады. Зерима? Болсаңыз? Айома Зерима. Жоқ, Анеля ше. Анеля мен Аделя деген бар еді ғой. Іздейік та қайға баратсыздар, соған барып сұрап көрейік, соның үйіне баратын еді. Ол бармайды, кімнің жанына. Жүр, үйіне барып іздеп көрейік. Кеттік. Жүр. Жүр, Алихан. 4-ші этажда сол Анеляның үйі. Не қылды? Жүр, машинаны көрейік та, жүр. Сіздің машинаңыз. Отырып қалған шығар. Жұмыстан қазір келдіңіз, осы қалай сіздің машинаңызға отырады? Қызым екеуміз пранк істедік. Шынымен қорқыттық қой біз. Асылым, сен де үндемейсің, бұл шоколадқа сатылып кеткен жоқ па, сондай әдеті бар еді? Шоколад бердің ғой асылым. Алдағаныңыз ше. Алихан, сен білген жоқсың ба, білдің ба? Достар, мыналар маған пранк жасады, мен негізі пранкқа ілінбеймін деп жүргенім. Пранктарыңа болайын сендердің. Ренжідім болды. Қыздар қайталамаңыздар. Жүр кет.